Камерадан қорқамын, көпшіліктің алдында қорқамын, көпшіліктің ішінде өзімді еркін сезіне алмаймын дейтін адамдар, бұл адамдарда өмірінің белгілі бір ситуациядан кейін өзін жаман, нашар сезініп қалған адамдар. Яғни миында программа бар. Мен көпшіліктің алдында сөйлесем, мен жайлы жаман ойлап қалады, немесе камераның алдына шықсам, дұрыс сөйлей алмай қаламын, адамдар мені дұрыс қабылдамайды деген сияқты әртүрлі миында программа бар. Енді келесі бір адамдарды айтатын болсақ, оларда мүлдем ондай программа жоқ. Өздерін еркін сезінеді, камераның алдында өздерінің ойларын еркін, ашық айта алатын адамдар. Сондықтан, егер де сіз де осындай өміріңізде камераның алдында өзіңізді еркін сезініп, көпшіліктің алдында өзіңізді еркін сезінгіңіз келсе, өзіңіздің қорқынышыңыздан арылғыңыз келсе, проработкаға жазылсаңыз болады. Сіз кішкентай кезіңізде құласаңыз да жүруді үйрендіңіз, қиналсаңыз да жазуды үйрендіңіз, қиналсаңыз да жүруді үйрендіңіз. Сол сияқты сіз де көпшіліктің алдында, камераның алдында сөйлеуді үйрене аласыз. Бар болғаны сізге қазір кедергі сіздің теріс установкаларыңыз, миыңыздағы дұрыс емес программалар. Содан қорқыныштарыңыздан арылу арқылы сіз бұл мәселеден арыласыз. Егер сіз осыдан арылғыңыз келсе, жекеме қорқыныш сөзін қалдырыңыз. Парақшам ұнаса, лайк басыңыз, парақшама жазылып кетіңіз.